28 миллиардтан астам теңге Ридзерде аурухана кешенінің құрылысын аяқтауға бөлінді. Мемлекет басшыларының тапсырмасы бойынша заңсыз иемденген активтерді мемлекетке қайтару туралы заң аясында қаламызда 200 төсекті стационары мен ауысымына 500 келімді емханасы мен көп салалы аурухана кешенінің құрылысын аяқтауға 28 миллиардтан астам теңге бөлінген. Үкіметпен аурухана кешенінің 2021 жылы басталған құрылысын аяқтауға қаржы бөлу туралы шешімі қабылданған. Жобаның жалпы құны 34 миллиард 800 миллион теңге. Бүгіндері 6,6 миллиард теңгесі игерілген. Оның ішінде 2 миллиард республикалық бюджеттен, 4,6 миллиарды жергілікті бюджеттен бөлінген. Қалған қаржы арнайы мемлекеттік қордан бөлінетін болады. Мы сейчас находимся на объекте. Біз құрылысы жүріп жатқан аурухана кешенінің нысанындамыз. Аурухана кешенінің құрылысы тоқтаусыз жүріп жатқанын көріп тұрсыздар. Кіретін тобын салып жатыр. Стационардағы жұмыстар да жүруде. Қазіргі ауа райында істеуге болатын жұмыстар барлығы жасалып жатыр. Күні бұрын біздің қалаға премьер-министрдің орынбасары Тамара Дүйсенова келіп кетті. Және ол бізге жағымды жаңалық айтып келіпті. Осы құрылыстың аяқталуына 28 миллиард теңге бөлініпті. Ол жаңалыққа бүкіл медицина қызметкерлері, тұрғындарымыз қатты қуанды. Өйткені құрылысын күтумен жүрміз. 3 жыл бір ғимаратта жұмыс жасап жатырмыз. Бұрынырақ 2 ғимаратта болса, қазір 4 бөлім бір корпуста орналасып тұр. Әрине, ол науқастар үшін өте ыңғайсыз. Себебі 3-4 адамға арналған палаталарда қазір 5-6 адам жатады. Жаңа құрылғыларға орналастырылатын бос бөлмелер болмағандықтан тапсырыс жасай алмай отырмыз. Жаңа аурухана кешені жаңа жабдықтармен және жұмсақ жиһаздармен жап-жаңа күйде тапсырылатын болады. Әр маман заманауи медициналық құрылғылармен жұмыс жасап, институтта немесе біліктілігін арттыру курсында алған білімін қолданғысы келетіні анық. Сол себепті де біз жаңа аурухана кешенінің құрылысын күтумен жүрміз. Ол аяқталғанда жұмысқа мамандарды да тарта бастаймыз. Енді келешекте мамандар келіп, тұрғындарға сапалы медициналық қызмет көрсетеді деп үміттенеміз. Бұрынырақ Шығыс Қазақстан облысына жұмыс сапары барысында премьер-министр Олжас Бектеновқа құрылыс алаңын қарау барысында жұмыстарды аяқтау үшін жобаның қаржыландырылуы жайында жеткізілген болатын. Қабылданған шаралар әлеуметтік маңызды нысанның ұзақ құрылыс тізіміне түсуіне жол бермеуге және тұрғындарды сапалы медициналық қызметтермен қамтуға мүмкіндік беретіні анық. Аурухана кешенінің ашылуы моноқала үшін аса маңызды. Қазіргі таңда Ридзерлік қалалық ауруханасының корпустары қаланың түрлі бөліктерінде орналасады және 80 жылдан астам уақыт бұрын салынған. Нысандар ескірген, заманауи стандарттарға сай келмейді. Онан тыс, тұрғындарға шұғыл медициналық жәрдем көрсету үшін қосымша кардиологиялық, инсульттық, травматологиялық және күйік төсектерін ашу қажет. Жаңа аурухана кешені заманауи медициналық құрылғылармен жабдықталатын болады. Мұнда 500-ден астам қызметкерлер жұмыс істейді деп күтілуде.